Біз болсақ қартайдық, болашақ сендердікі, болашақ біздің ұрпағымыздікі. Неге ие болмайсыңдар, неге көтерілмейсіңдер, қайда қарап жүрсіңдер? Мен 70-тегі апамын, жоқ мен шығайын ба сол компанияға? Ішті күйдіріп, басты ауыртып бітірдіңдер ғой, қайда қарап жүрсіңдер? Өздеріңнің қазағыңа, ата бабаң тастап кеткен жеріне, мұнайына, байлығына неге ие боламайсыңдар? Кім ұстап тұр? Оны кеп айтасыңдар, давлениемізді көтеріп, жүрегімізді ауыртқаннан басқа. Барлық қазақтың жігіттерінен, ер азаматтарынан сұрайтыным, Қазақстанның байлығына ие болыңдар, ешкім сендердің қолдарыңнан алмайды. Бірігіңдер, бірің мына жаққа, бірің мына жаққа тартпай, барлығың бірігіп, ие болыңдар. Аспанымыз ашық тұр ғой. Кім сендерге қой дейді? Оны айтқанның құр сөзден не пайда? Ешкім сендердің қолдарыңнан алмайды. Неге десең, өздеріңнің жерің, өзіңнің елің, өзіңнің халқың, өзіңнің қазағың. Көрінгенді 30 жыл басындырдыңдар. 70 жыл басында көрінген ұлт, енді 30 жыл басынып жатыр. Енді біз әйел ерге қарайды, ер жерге қарайды деп біз не істейміз? Біз не істейміз? Ер азаматтар тұрғанда біз аналар сендерді тудық, өсірдік, қалжа жедік, ер азамат тудық деп қуандық, ұл таптық деп. Енді қайда қарап жүрсіңдер? Бірігіңдер, ие болыңдар. Аман сау болыңдар.